Жақсы. Палуандармен сататын болсақ, Қызылберенді палуан Қайырғалиев Саян, Атырау облысының палуаны, спортшы үміткер палуан, оның қарсыласы Төлеміс Амангелді 2015 жылғы Қазақстан чемпионы Аягөзде өткен, 2021 жылғы міне осы Тараз қаласында өткен Қазақ кубогының жеңімпазы. Айта кетсек, ол Амангелді Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының тумасы. Оның жаттықтырушысы, Қазақстан еңбек жаттықтырушысы Манат Бейсекин. Соңғы қаласы жақтырып осы оқумен Алматыға келіп, Алматыда міне қаншама балуандарға осы Аягөздің енді сол тренері Манат Бейсекин қазақ күресінің дамуына Аягөзде үлкен мұрындық болған жаттықтырушы. Бұрындар Аягөз ауылында тек қана грек-рим күресі болған. Қазір біз үлкен мақтанышпен айтамыз. Оған мұрындық болған Аягөз ауылы спорт мектебінің директоры Еркін Нүсіп деген әріптесіміз. Аягөз ауданының қазір барлық ауылдарында 11 ауылда бүкіл қазақ күрес бөлімшесі бар. Сондықтан тек қана біздің шығыс өңірінде тек қана бір аудан тек қана қазақ күресімен жұмыс жасайды. Соның нәтижесін беріп жатыр. Жан жақта Аягөз үлкен аудан, сондықтан балалары Алматыда да, Астанада да бар, Семейге де, біздерге де беріп жатыр. Сондықтан оның Қазақстан күресі спорт шебері Жанатай Мәдениет деген Жанатайдың ағалары да осы Аягөзден жаттықтырып істеп жатыр. Енді палуандарға күресіп жатыр, әлі бір-бірі алылмай жатыр. Шыңғыс ағамыз енді тұнып тұрған тарих біздің көрермендер үшін де сәт сайын өзінің қызықты ақпараттарымен бөлісіп, әр өңірдегі төл өнеріміздің дамуына байланысты өз құнды пікірлерімен бөлісіп жатқандығы әрине нұр үстіне нұр. Ал Атырау облысы мен Алматы қаласының командалық сындағы әзірге 2-1 есебімен Жайық жағасының ұжымы алда. Бұл спортшылар 74 келіде өнер көрсетеді. Саян Қайырғалиев және оның қарсыласы Амангел Төлемісов. Енді айтады ғой, Амангел Төлеміс Алматы қаласының өкілі, спорт шебері, тәжірибелі палуан, жасы 31-де. Оның қарсыласы әрине жас палуан Қайырғалиев Саян, Тараз облысының палуаны, жастау палуан. Сондықтан енді тәжірибе жерде әкетеді ғой, ұпай жағы тең. Сондықтан енді Алматы қаласының палуандары да қазір жігерленіп жатыр енді. Міне шалып өтті, орады, Амангелді. Міне өз ұпайын алды. Амангел Төлемісов аздаған басымдықпен әлі алда. 2-1 есебімен бүк саны бойынша қазіргі таңда алматылық спортшы. Бұл жерде сақ қимылдауда. Бұл жерде таза жеңесің бе, бүк жеңсең болды бұл команда жаста. Ол бүкпен жеңесің бе, ең басы жеңу керек қой. Енді әрине бұл жерде әз сайлас жақсылар тазаға жеңеді енді. Бәрі деңгейлес қой, палуандардың бәрі масштаб жүрген палуандар. Кейбір көрермен ойлауы мүмкін, неге алып ішке салып орып тастай салмайды деп. Оның оңай емес, айтуға оңай әрине ол. Бірақ дегенмен қарсылас болып міне әдіс жасайды деп жатыр. Міне орады ішке. Көреміз. Әне қарсы әдіс жасап кетті Қызылберенді палуан. Есеп теңесті. Есеп теңесті. Өте жақсы, көрдіңіз бе, жас. Атырау облысының бас бапкері өз шәкіртіне енді бұл Атырау облысының есепті алға шығуына үлкен мүмкіндік береді. Дәл қазір сәтте 2-1 есебімен Қызыл берендегі балуандар алда. Ал көк бөлбеулі балуандар не де болса Тараз басын теңестіруге тырысады. Сонымен бүк ұпайы берілді. Жайық Атырау облысының спортшылар наразы. Бүк ұпайы берілді деп шешті. Егер бүк ұпайы берілсе, бір жамбас ұпайына бұл тең. Қазір енді төрешілер тағы бір мәрте бейне қайталауға жүгінеді. Міне, дәл осы сәт
бұл жерде қызыл берендек балуанның шабуылға ұмтылған сәті. Сонымен маңызды шешім Шыңғыс аға. Енді 5-ақ секунд уақыт қалды. Әзірге бұл шабуылға дейін спортшылардың таразы басы тең болған. Көзі мына жерде енді әдіс жасаған қызыл, бірақ кіргенде басып қалған көк. Бірақ енді жоғау бұл жерде бай негіз. Сонымен барлық төрешілердің кеңескен сәті қандай шешімге келді? Бүк берді. Жоқ, бүк ұпай. Жоқ. Жоқты айтып 5 секунд таразы басы тең. Міне. Енді белдесудің сәті. Белдесудің қазір. Бұл сындағы алғашқы белдесу. Бұл осы ұжымның арасындағы айқаста. Бұл белдесуде Амангелді әдіс жасап алмаса, салмақ жағынан жеңіліп қалады. Қызыл белбеуге тұруға тырысады. 1 минут. Амангелді әдіс жасау керек. Лақтыру керек, қолын шығару керек. Аманның тәрбиесі жетеді енді. Қазір көреміз. 1 минут уақыттың ішінде жеңімпаздың есімі анықталуы тиіс. Сонымен көрермендерді, жанкүйерлерді тапжылмай тамашалауда. Мені Амангелді өзі дәлел байланды. Амангелді өз шеберлігін дәлелдеп, осылайша есеп теңестіріп отыр. Есеп 2-2 нағыз финалға лайық.